Арбаңыздар, ағайын туғандар, аталар апалар жағарында шағайынлер, керемет кешіңіздер менен ой біріктірбегенді той біріктірет дейді. Дағы бір жақшылықта сіздер менен көрішіп тұрғанымызға қуаныштабыз. Барыбыздың башыбызды біріктіріп, ұлы күчүүден бата алайын деп ниет қылып, бапырап бар тапқанын дастұрғанға жайып, бүгін той өткөр отқан жақшылық елерден салтанаты құт болсын. Құдай қошқан құда болот дейді. Құда болып отырған екі тараптың құдалығы лайым 1000 жылдық болсын. Ер жігіт жашауды дарақтығы үй тұрғызып, үй біле күтіп, бала өстіріш керек дейді. Балалы болғаннан кейін азан шақырып ат қойып, мұсылман қылып, сүннетке олтырғызып, жақшы тәлім тәрбие білім беріп, бір башын екі қылып үйлеш керек дейді. Мына ошол жігіттің, ошол атанын ішін қылып, Исмайыл ағабыз дарақты тігіп, үйді тұрғызып, Гүлнәр өзіменен тұрмыш құрып, Нұрбектей уылды тауып березеге жеткіріп, айдайдай қызға бүгін құлды құрып, Мамбет құда менен Айнагүл құдағыйыбыздың алдында иіліп атауадан келатқан жақсы салт менен екі баланың башын біріктіріп барыбыздан баталғаны тұрады. Жетінің бірі қызыр, ондың бірі олия дейді. Барыбыздың батабыз Нұрбек менен Айдайға тейсін. Екі баланың құш болсы бек болсын. Бүгінгі той бардығызға жұғышты болсын деп бір дүркіретіп қол шап тойымызды баштайын туғандар. Бүгін Қырғызстанда тарихи оқия, тарихи күн. Қырғызстанға дағы бір кішінеке мамлекет түзіліп атат. Түзілген мамлекетіміздің келешегі кең, пайдалы бекен болсын. Анда көп күттірбей ордуыздан қозғылалы. Нұрбек менен Айдайды адаттағыдай жар менен шаңды тойдағыдай қол шап тосып алабыз. Той құт болсын. Ашығышып сүйішіп берілгенде жар-жарай ағартуға алғанын Екі болмайынша малың екі болбайды дейді. Қанатты құш бір қанатменен ұша албайды екен екінші қанаты болмайынша. Бүгін Нұрбек менен Айдай өзінің екінші қанатын тап, тұрмыштың бақтылы ұзақ сапарына жол алып отырады. Анда бата беріп, жақшы тілектерімізді айтып отыралы. Жақшы тойдың иесі, дастұрған иесі. Бүгін чекес жарылып өзгөчө сүйініп тұрған, толқынданып тұрған Исмайыл ағабыз менен Гүлнәр жебенің нардың ортасына екі бала салды. Ошол көпірөбүз бекен болсын. Теңір толық құдалар, құш келіңіздер, құлдығыз бар. Анда суыны сінген жерге сеп, қымызды ішкенге сон қызды сұрағанға бер дейді. Буğdайдың барар жері тегірмен болса, қыздың барар жері күйе дейді. Айдайдай қызды тапқан Мамбет құда менен Айнагүл құдағыйыбызға құлдығыз бар деп қол шап қатарға шақыралы. Келіңіз құда. Құдағыйым, қана екі жаштың жақшылығына жайылған дастарханға бір алақан жай алды туғандар. Омин. 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 Екі жаш сандығыңар сары қызыл жүктүү болсын. Түндігіңер түптүү болсын. Керегеңер кеңейсін, уыңар ұзарсын. Уықтай уылды керегеде келін қызды болғыла. Gelin balabız Ayday бейіл eşik түртіп атқан болса емкізілі Құдай бүйіріп бешік түртсін. Геп ташыбай, ет ташыған, сөз ташыбай, төш ташығанда да көп ташыған. Төшеле ташы үйірі анчамча сүт ташыған, қысқасы нарындан бүт ташыған келін болсын. Омин, тілектер қабыл болсын. Құдалар бір көкірек тегізіп құшақташып қойыш керек, біз қол шағып қойышымыз керек. Құдағай. Бардық сый үрмат бүгін сіздердің үрматыңыздарға, тілектер баталар екі балаға тейсін ұлайым. Жақшылыға жайылған дастархандан дамсыз болтырыңыздар. Біз болса алдыңыздарға қырғыз чүрегі би ансамблінің қыздарын шақырабыз. Екі жаштың үрматына билеп берсін. Активті болған кішілерге байгелер, приздер бар. Шүгір құтты үйден құр шықпа дегендей. Ең чоң байге өзелі бір жұмаға ес алуға екі адамға путевка, 3 мал тамағы менен Исмайыл ағам үйіні. Аны тойдың аяғында береміз. Бар әлі жейім дейді құйрықты, бірақ құдайым берет бұйрықты кімге бұйырып, кімге насип қылып тұрады, аны уақыт көрсетер. Еме, ер жігітті мына ата жұрты, байлары, тайке жұрты, тайлары, мына қайындары бүгін мына 3 жұрт қошылы олтырады. Ұшыл туған туышқанын екі балаға батасы дейсін деп. Атан жолы ұлу, ата жұрттың бір жақшы сөзін ұғалы. Мен алғашқы белектім, ол жерде олтырған байкеме берейін деп атам, байкем о сіздіке. Елдің бары түшінбей қалды ғой, неге бұл байкеге беріп атады. Ушыл байкем қыздар билеп отқанда бір де көзін албай отырды да шеркен. Көрдіңдер, жөн отырып беле күтіп алсаңыз, әрекет қылсаңар ранан көрек. Бір-біріміз сынағалын келген жоқпыз да, тұрау, бақылдап отыралы, күліп отыралы. Еме туғандар, бір жақсы сөз ұғалы. Бізді мынакей тайкелер отырады. Ер тайды тартады дейді. Тайке деген пір болады дейді. Жейін елі болбайды, желке том болбайды деп қойады. Жейін елі болады.
тайкесі бай болса, желкесі том болады. Не деп қойшы, желкесі май болса дечі өлі. Ансыңары Гүлнұр ежебіздің төркіндері Нұрбектің тайлары. Екінші столда отырған мына ке, тайынен баштаған. Тайыны, барсыз бі? Келіңіз. Тоқтарбай ағабыз, фронтқан, тоқтаралы, түрайым, шоң, жомақ тоғыдай олады деп дейтмеш. Ансыңары бардығы тегіз болбайды тұрмышта. Олу күші айтқандай. Бірде таш, бірде ғұм, бірде сас дегендей. Ошоның бардығына чыдап, алдыға бара беріңіздер. Исмаил әкем, Гүлнұр еже, Мамбетбай құда, Айнагүл құдағай, келіңіздер әмі. Жақшылық әлер, сіздерді қиынаймын тұрғызып. Қара, бір музыкаларының үндерін қойып бірелі, кім келген болса қол көтермей, анан белек алмай. Басып жүргендер, отырып азаңыздар, абдан қуанышта болады әлек. Қана мәсе бастадық, бісмілла деп тұрып. Бірінші музыка. Қайсыл Теледолбордың музыкасы. Қара, білгендер бар бұл. Тек жақ. Чоңыз қызыл көйнекші, немне? Ералаш. Бір-біріз беріп қойылым. Азамат, келіңіз, белейіңізді өзіңіз әлі алып кетіңізші. Жоқ, модный приговор емес. Ежелері білет. Әмнеже? Пусть говоря, сөйлесе сөйлей берсін. Приз! Сізге рахмат, тілегіңіз қабыл болсын. Орыстардың бір жақсы сөзі бар, барына жаққыдай мен емне пряник білем дегенде. Көпчілікте ұшындай той жоғалып, тойда қыз жоғалып дейді, кемшілік болса кешіргілет, тарынғандар болса лайым той өткөріп қалғыла, қанай малақан жайалы. Омен. Мал болсын, баш болсын, берекелі баш болсын, жатқан балай бол болсын, жауышқан жала бол болсын. Ағыны қату судан сақтасын, айқырып келген жодан сақтасын, жер титіребесін, ел бітіребесін, береке жайнап тұрсын, емге қайнап тұрсын. Тойыңды елдер мақтасын, чөнтекке ақшаң батпасын, санаға салшы елімді саясаттан сақтасын, ниет қылып чоңайтқан уыл қызыңым өтақтасын, үйіңде свет жарқыра уағында төлейді деп электрик мақтасын, неберлер мәмелеп қорауыңы атпасын, қадырың кетіп қалқыңдан қаректен жашың ақпасын, шыққыншы шығып қойдыңдан дұшпаныңа сатпасын, садаға қылсын сараңдар самандай қатқан ақшасын, ұзындан болсын өмірің, қышқыға болсын көмірің, налогтан қарыз болбастан жайдары жүрсін көңілің, ақылды шықсын алғаның, азырақ айтқан жалғаның, депутат болсын балдарың, Қытайдың ұлы дуалы Кремль болсын салғаның, елді мүлкін жебесе Құдайын берер қалғаның. Қазаның қайнап ет тұрсын, достыққа досың бек тұрсын, көз артып келген дұшманды бір дүктүү күчің жеп тұрсын. Тойдан шығып баратқанда светофор таныбай қызылын тақыр жақпасын, гайден Құдай сақтасын. Қырғыздың ғаны жүректі қызматқа келдік төреліп, қадырман елім сілерді тойлардан ғана көрелік. Бұл бақытлы күндерін Құдайдың берген білеге, майрам шаңы жыттанып емшілықта Исмаил әкемнің үйіне жиынтек тойға келелі. Амин! Келген қадамызды разы олыңыздар. Bir жылдық антрак, эколаға бір шатыра шатпан қол чабалшы ғана. Екі жақшылықта көрішкенше, саламат болыңыздар.